Да, бүгін 4-ші күн. 4-ші күн қалай өтеді? Бізде 2-ші челлендж болып жатыр ғой. 2-ші челленджді орындауға баратырық. Барамыз да. Клиенттер келетін реклама түсіреміз, соның барлығын түсіруге баратырық қазір. Сәттілік деп қойыңдар, біз кеттік процесс деп ондырып бәрін көрсетемін. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. Ақша тапқың келсе, отырда ойлан деген нәрсе ол болмай ғой. Если сен нормально аз ақша тапқың келсе, онда іс-әрекетке өшу керек. Неге іс-әрекетке? Сен официантқа жұмыс жасайсың да, продавец болып жұмыс жасайсың, меха жұмыс, доставщик пицца болып жұмыс жасайсың да, доставка керек кетесің. Сол кезде моментально ақша табасың. Но бұл көп ақша таппайсың да, потому что сен физически уақытың жетпейді. Ал сен по-крупному тапқың келсе, сен басты қозғау керексің. Басты қозғау самый қиын қозғау да. И оған ойлану керек, идея кей кезде келмей қалады да, кейде келеді. Ал физикалық неде, сен если шымыр болсаң, сен жасай бересің да ол нәрсені. Вот сол нәрсе. Сол үшін мына нәрсе сөйтіп айтылады. Егер сен моментально ақша тапқың келсе, лучше жұмысқа кет. Если саған нормально ақша керек болса, онда ойлану керек. Потому что ой все равно мышцына мықтырақ. Бүгінгі әңгіме сондай инсайт. Идеяға қатысты инсайт. Допустим, сен ойланып шығып кетесің да. Допустим, үйде отырасың. Сен ойланасың, так, на проект қалай істесем болады деп ойланасың. Саған идея келмей жатыр, сен қоя саласың. Ол кезде қоя салмау керек. Ол кезде просто положение өзгерту керек. Положение деген, яғни сен үйде отырсың ба, сен қоршап тұрған нәрсені өзгерту керексің. Дизайнды, соның барлығын. Ол үшін не істейсің, сен кафеге барасың да. Кафеде саған әртүрлі орындар саған дизайн сен үшін жасап қойды уже. Сол жаққа барасың, сол жақта ойланасың. Болмай жатса, отырасың, басқа кафеге барасың, қымбат кафеге барасың. Неге қымбат кафеге бар дейді? Потому что дизайны, душасы бар да. Бұл жерде қымбат заттар, қымбат барлығы қымбат болған сайын, идея сондай келеді да. Сол үшін сол жаққа барып отыр деп айтады. Ал ояқтар просто ақша құрту емес. Кейбіреулер ойлайды, барып Starbucksқа барып мен кофе аламын деп. Ол идея ондай емес. Идея просто ортаңды орта өзгертсең, а кейбіреулер ойлайды $1000 теңгені кофе ішсем сондай болады. А мен әңгіме ондай емес. Просто сен қоршап тұрған нәрсеңе өзгертсең, миың басқаша ойлайды, потому что ол дизайнды, сол фигураның барлығын басқаша қабылдайды. Сол үшін идея келмей жатса, просто положение өзгертесің. А если сен бір үйде көп тұрып қойдың ба, ол идея сен уже рутина болады, сен зона комфортқа кіріп кетесің. Сол үшін бір үйде көп тұрып қойсаң, сен екінші үйге көшу керексің. Сол кезде басқа идеялар келеді. Сол үшін бір жерге байланып тұруға болмайды. Кеше 1 сентябрь жауып қалды ғой. Енді сол шаруаларды ертеңге ауысты, енді бүгінге де. Қазір соның доставкасын бәрін, заттарын бәрін аламыз да. Адамдарға беріп жібереміз. Кеттік. Видеолардың бәрін түсіріп тастадық. Бүгін кешке реклама жібереміз. Кетеді сосын. Так, шаруаның бәрін реттеп көшеге шықтым. Телеграмда опрос жасаған мен. Сендерге қайсысы жақсы? Влог па, әлде топ-5 кітап деген нәрсе ма, немесе күнде алып инсайттар ма, қайсы деп ше. И инсайтпен топ-5, топ-4 үшін любой топ-5 кітап, топ-5 фильм деген нәрсе жеңімпаз болды. Сол үшін примерно сол бағытта сөйлейтін болам. И бүгінгі айтатын нәрсе ол инсайтқа қатысты болады. Яғни бүгінгі инсайт мына челленджі қабылдағалы бері, да, 2 күн өтті ғой, ма 2-ші күн ғой. Мен байқағаным, сенде расфокус болмайды, да? Ол не деген? Допустим, сен челлендж қойдың, что 3 миллион теңге деп, да, бір айда. И сен уже сен жоспарсыз бастайсың да. Біз бүгінгі күн, кешегі күн, бүгінгі жоспарсыздық. Кеше жоспарсыздық, бүгін идеясыздық. Идея ойластырдық, не істесек болады деп, қалай істесек болады деп, не нәрсе енгізсек болады. И бізге бүгін
сол мақсатқа біз миымызға ресурс береді да, содан кейін ол чисто идеяға жұмыс жасап бастады да. И біз сол проекттерімізге біраз күшті идеялар туып тастадық сол жерде отырып. Ал идея манағы айтқан положениеге байланысты. Біз ана жерде кафемен бір жерде отырдық. И мен айтайын деген нәрсем, что когда сен бір мақсатты қоясың алдына, мен түсінгенім, оказывается, өмір сүру үшін өмірдің кайфы сынақ қоюда екен. Неге? Оны бүгін де байқадық. Өмірдің дәмін не сездіре алады? Сынақ сездіре алады. Сен бір айға мақсат қоясың, соған ұмтыласың. И соны ұмтылу барысында сен уже 6 айға қоясың, 3 айға қоясың да. И сен сөйтіп өмір сүресің да, сынақ арқылы. Сынақ в любом случае өсіреді. Потому что сынақ деген нәрсе сен жасай алмайтын, скорее всего жасамайтын, но жасауға болатын нәрсені потолокты тешіп жіберу да. И сен потолок тескен сайын сен дами бересің. И мен байқағаным, когда сен челлендж бар, сен таңертең тұрған кезде, если сенде планың болмаса, сен таңертең тұрған кезде ойлайсың, бүгін не істеймін деп. Бүгін не істеймін деген ой сенде де бола ма? Ол нәрсе ең жаман, потому что сен, значит, өміріңде план жоқ, жоспар жоқ. И скорее всего сен наған тип, яғни өмірдің течениясымен жүресің. Енді қара, челлендж қабылдағалы бері именно финансқа байланысты. Біз таңертең тұрған кезде бізде уже мақсат бар да. Бізде не істеймін деген сұрақ қоймайды. И сол сұрақ болмағасын, сен тұрасың да соны жасап бастайсың. Ну, тамақ ішесің, шай ішесің, но содан кейін главный приоритетте сен тұрасың. Так, бүгін мынау бар ғой, тук деп сөйтесің. И бүгінгі сайт сол, когда қай кезде мақсат не істеймін деген нәрсені алып тастау керек. Сол үшін сен өмірің пландалып тұру керек. Өмірдің барлығы жоспарлағаннан кейін сен өміріңе смысл келеді. Смысл келсе, сен өмірдің мәні ғой, енді өмірдің мәнін түсінгеннен кейін сен өмірдің дәмін сезесің. Сол үшін өмірлеріңді жоспарлаңдар, 1 айға план құрыңдар, 6 айға керек емес. Вообще құра алмасаң 10 күнге құр, 7 күнге құр. Потом барып сен ужелеп өсте бересің. Сол үшін давайте топите дегеннен бұрын бірінші пландаңдар, и сол планмен топите.